Қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте жұмсақ воздушный болып шығатын эклердің рецептімен 100 мл суымызды отты пешке қойып аламыз. Үстіне 50 мл сұйық майымызды құямыз. Сосын шым-шым тұз саламыз үстіне. Осы суымыз сарқылдап қайнаған соң алдымен қайнатып аламыз. Осылай сарқылдап қайнап болған соң үстіне жарты стакан ұнымызды саламыз. Ұнымызды салып тұрып бұлғаймыз. Осындай масса шығу керек. Массамыз дайын болды, енді суытып аламыз. Міне біздің массамыз дайын болды. Осындай пюре сияқты болып шығу керек. Енді жұмыртқамызды бір-бірлеп салып отырып миксерлейміз. Міне осындай қоймалжың масса шығу керек. Осындай дайын болған массамызды осылай кондитерский мешокқа салып алдық. Енді противенге орналастырамыз. градуста 30 минут, 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Егер де сіздің пешіңіз тез қызатын болса, онда қызуды азайтасыз. 200 градуста 180 градусқа азайтасыз. Міне бізде осындай воздушный эклерлер дайын болды. Ішін заварной креммен толтыруларыңызға болады.